Медиум Тарас. Құттықтап қойсаңыздар болады. Жақында Таразда қала күні өтті. Я шынымен құттықтаңыздаршы, бізді әкімнен басы ешкім құттықтамады. Ассалаумағалейкум, елорда! Астана болашақтың қаласы. Болашақта жүргені соншалық, ноябрьден бастап, ноябрь болмай қысқа өтіп кеткен ғой бұлар уже. Біздер анау деген, біздер жаздың отчетін тапсыра алмайыз. Біздер жаздың отчетін әрең тапсырып жүріп, бұлар табиғаттың өзінен 2 ай алда да. Кәдімгідей Тараздан қалың болып алып шыққан киімдеріміз мына жаққа келіп летний болып қалды. Стиль, мода дегеннің бәрі Қарағандыдан түсіп қалды. Кәдімгі жаурағанымыздан шалбардың сыртынан трико, толстовканың сыртынан футболка. Ол үшін дорожный сумкадан басқан бәрін киіп келдік қой. Ай, жігіттер, осы Таразда бір болашақтың қаласы ау, Болашақтың қаласы бет Тараз, Осы жаққа жетіп алайық та біздер. Астананың өзіне билетті вокзалға барып алған жоқсыңдар ма? Ана пикнилардан да ұят. Бел деп сұрайтын да нәрсе жоқ қой біздің Таразда. Вот, мында Астананы айтсаң болады, мында болашақта құтырған Астана. Кәдімгі нағыз пикмидің көкесі осылар. Неге? Бұлар деген президент кеп қалады деп та қорықпайды ғой. Әйтпесе отыр ғой өз жерде президент. Кәдімгідей көз көреке Ақорданың арғы терезесіне қарай берген кезде, бер жағындағы ЛРТін жеп қойып жатыр ғой бұлар. Көрдің бе? Еще анау іс-сапарға кетіп баратыр, самолеттің есігін жаба салысымен тәртіпсіз класс құсап шулап кетіп жатыр. Бағалау керек қой, адам деген шұбырған бір президенті бар, ел құсап. Сонда бір президент 20 миллион халыққа қарай алады да, 20 миллион халық бір президентке қарай алмай ма? Қарай алмай ма? Онда ап кетейік Таразға. Ап кетейік Таразға. Президент ап кетейік. Ой, біздер жаман күтеміз ғой енді президентті. Күтуді өлтіреміз ғой. Кәдімгідей дастархан жай жіберіп, компанияға барып, ой, шай тамағын беріп, ол кісіге проблема айта бермей, ол кісінің да проблемасын тыңдау керек қой. Дұрыс. Сен осыны айту үшін тағып алдың бананы? Қызықта бұларға бәрі. Сөйтеді, содан бар ғой, кәдімгі набережкеге барып, кәдімгідей бір әдемі скамейка тауып алып, су семечкиді алып, семечкидің қабығын тастайтын мусорный пакет бар. Сөйтеміз де кәдімгідей жор әңгіме айтуымыз керек кәдімгідей. Душевно, деп тыңдап, сіздікі дұрыс болған екен. Қой, ол кісінікі дұрыс болмапты. Yes, see, we, ну да, деп енді қолдан келгенше тілдерді айтып, әдемелеп айту керек сөйтіп. Сөйтіп қайтарып жүру, демалдырып қайтарып жүру керек. Таразда бір-ақ күн бола ма сонда о? Бір күнде Тараз бітеді ғой уже. Ертесі күні қалса біздің артымыз ашылайын деп тұр ғой. Олай болса 2000 жылдық тарихты бір күндік экскурсияға сыйғы жүрген тараздар кетті. Бізде күнде жиын, күнде той, қалдық болған кейін басты түрлі ой, онда әнді қой, просто не стой, бір жыл өтсін. Қазақстан блогер болса? Бәрі менен сұрайды, сіз неге 33 жастағы қызға ұқсайсыз, бірақ бәрі менен сұрайды, қалай сенің жасың 33-те, бірақ 25 жастағы жас мемлекетке ұқсайсың дейді. Ешкім айтпайды маған, сен 33-ке ұқсайсың деп. Просто потому что мен АЕС құрмағам, экономика жоқ, футболға бас ауыртпаймын, ұйқым тыныш, мұнайым бар әйтеуір. Бала бақшада. Мен Дилназдың әкесем алып кетейін. Дилназке сұранамыз ке, апай? Апай. Үйге қайтсам бола ма? Үйге қайтсам болам. Сау болыңыз. Сау болың. Әкесі келіңіз. Апай. Апай. 2 айдың ақшасын ертең төлеймін. 2 айдың ақшасын ертең төлеймін. Сау болыңыз. Футбол пресс-конференциясында. Черчес мырзана ұлттық құраманың проблемасы қандай? Французша сұрақ қойып жатыр ма? Quel est le problème avec l'équipe nationale? Испанша сұрақ қойып жатыр ма? Quel est le problème avec la sélection nationale? Арабша сұрақ қойып жатыр ма? ما هي مشكلة المنتخب الوطني? Жабай тайфалардың сұрағын қойып жатыр ма? Тоқташы. Сізге қандай сұрақ қою керексің? Футболдан басқа любой сұрақ қою керек. Құрметті достар, сайлаудың болғаннан болатысы қызық. Не масқара мынау,
Мемлекеттік маңызы бар күн емес па? Не киіп ағасың сен үстіңе? Шық бер, Не мына киімің? Қарамайсың ба, артында адамдар креативті киініп алған? Не мынау? Кет бар киіміңді ауысып ке бар. Қалғандарымыз сайлау учаскесін шатастырып алмаймыз. Барлығымыз бір жерге барып қоймаймыз. Мобилографтардың айтындар жан-жақтан түсіріп алсын. Қайсыны белгілейміз? Я дейміз ба, жоқ дейміз ба? Бірінші сайлауларың емес қой. Не болды сендерге? Сосын сен анау еще сен анау Асар партиясынан берге атқан динозавр емессің ба? Бәріне үйретіп ұлшы қалғандарына. Тоқтаңдаршы. Мен квадробермін ғой, көшеде 4 аяқтап жүрсем, апыр-топыр мәштеге салып алып кеткендеріне. Өзіңді мал сезініп қалдың ба? Иә. Сол керек сендерге. Уайымдама, адам болып кетесің өйстіп. Мұғалімдер нешеде келсін? Сайлау бір 6:30-да бітсе, мұғалімдер бір 5-терге қарай келе берсін. Сосын ата, сіз анау Астана операдағы участокке барасыз, артық сұрақ қойып отырса, не қылмаңыз, бақытты болыңдар, табысты болыңдар деп бата бересіз. Ойын соңында бізде жақында жоғарыда атап өткендей қала күні өтті, өте қатты күшті дүркіреп өтті, кәдімгі іс-шаралар, концерттер өте керемет өтті. Қала күнінен қалып кеткен реквизиттерді берген үшін Тараз әкімшілігіне рахмет айтамыз. Летели биты кулаки, летели пули, мы родились в Жамбуле, выживать. Көп рахмет. Медиум командасы Жамбыл облысы Талас ауданының әкімі Нұрбол Жүнісбековке, сонымен қатар Шу ауданының әкімі Бақытжан Жәнібековке, сондай-ақ Қармақшы құрамасының ойыншысы Жандос Самалбекке алғыстарын білдіреді. Көп рахмет. Нехабар көркем әлем және медиум сахнаға. Сайыс туралы Асхат Аймағамбет. Көп рахмет. Негізі маған бүгін Нехабар командасы өте қатынады. Астарлы әзілдер де болды, философиялық әзілдер де болды. Өте керемет, күшті энергетика болды. Сондықтан сіздерге көп рахмет айтам. Рахмет. Марат Қамбарұлы. Медиум сезон үшін рахмет деп тағы шығып кетсе медиум арқырып. Кешірім сұрайым. Медиум жақсы команда. Өткенде Давормен ағамыз, бірақ бүгін сенімді кішігірім ақтамаған сияқты көрдіңіздер. Нехабарға мен үлкен рахмет айтқым келеді. Не үшін? Таза жайдарман деген осындай болады негіз. Артық ешқандай саяси да басқа да ешқандай несі жоқ. Күліп, кайфтеніп отырдық. Барша көрермен атынан Нехабарға рахмет айтқым келеді. Дана ханым. Жаңа Нехабар айтты деймін, 8 жыл ойнап, 2 жыл күлдіріп жүрміз деп. Кім айтты? Осы команда айтты ғой, Жаңаөзеннен келіп, расында да мынау жүрегіңнің қалауымен мұнайға емес, дәл осы әзіл әлемін таңдағандарыңызға мыңда бір ризашылығымды айтам. Және жаңағы 8 жыл ойнап, 2 жыл күлдірдік деген. Мен 30 жыл бол телевизия саласында жүріп, еңбек етіп жүргеніме. Аяулы досым, әріптесім Бейсеннің сөзін келтіргенде, менің 30 жылдық еңбегім Бейсеннің осы бір қалдырып кеткен сөзіне татымайтын шығар. Өмір сүрсең осылай сүру керек. Артыңнан осындай із қалдыру керек. Артыңнан келе жатқан жас ұрпақ сені осылай әзіліне де қосып, философиялық әңгімесіне де қосып, үлгі етіп жатса, міне өмір сүрген деген осы болады. Рахмет сіздерге, жігіттер. Жақан. Жақсы, өте керемет. Нехабар сөз жоқ, артық айтатын еш нәрсе жоқ. Нұрғали, сен жайдарман таңдағанына дәл бүгін өкінбейтін сияқтысың. Сәттілік. Медиум, рахмет сіздер. Ғалым. Медиумнан көп нәрсе күттік, біздер халық болып, солай емес па, жалпы жаңағы сіздердің Нехабардың айтқан кодасы барлығымыздың жүрегімізге өтті, тиді, дәл тиген соншалық қарсылас командың да жүрегіне өтіп кеткен сияқты шыққаннан сөзден шатасып
барлық дайындалған материалдың барлығы провал болып кетті. Бұл деген өте қатты тыңғылықты дайындықтың, тапқырлықтың белгісі. Сіздерге көп рахмет, Жаңаөзен. Медиум, сіздерден көп нәрсе күттік. Ондай да жағдайлар болып тұрады, өртеніп кету деген нәрселер. Алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Дауысқа кезек берейік. Дана Нұржігіт, не хабар? Асхат Аймағамбетов, не хабар? Жахан Отарғалиев, не хабар? Ғалым Махамбет, не хабар? Марат Достаев, не хабар? Есеп